Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін ерекше тағамдардың бірі жаппасай тағамын дайындаймыз. Бала күнімізде бұл тағамды жалқау манты деп атайтын едік. Өте ерекше тағамдардың бірі. Каналымды жоғалтып алмау үшін маған тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Ол үшін алдымен бірінші көкөністерімізді жақсылап турап тазалап алғаннан кейін дәл осылай барлығын турап шығатын боламыз. Маған барлығының ұсақ болғанын қалаймын, сондықтан мен барлығын 4-1 етіп кішірек қылып турап шығамын. Одан кейін етімді де дәл осылай ұсақтап етіп турап алатын боламын. Кез келген етті қосуға болады. Менде осы тауықтың еті ғана қалыпты, сондықтан тауықтың етімен жасап жатырмын. Өте ерекше болып шығады. Енді қамырымызды дайындап қоямыз. Ол үшін біз салқын суға тұзымызды салып, осылай қолдың көмегімен қамырымызды жақсылап билеп алатын боламыз. Орташа жұмсақтықта осындай қамыр дайын болды. Салфанға салып тындыруға біраз уақытқа қалдырып қоямыз. Одан кейін қызып тұрған табамызға етімізді салып, қуырып пісіріп бастаймыз. Одан кейін ұсақтап туралған осылай пияздарымды салдым. Барлығын жақсылап араластырдым. Одан кейін томат пастасын дәміне қарай тұз, бұрыш салдым. Қалауларыңыз бойынша өздеріңіз қалаған дәмдеуіштерді қоссаңыздар болады. Соевый соус қостым, 1,5 қасықтай. Маған осы соевый соусты кез келген тамақ, қуырылған тамақтарға қосқан өте қатты ұнайды. Сондықтан да қосып шықтым. Барлығын жақсылап араластырып, 5-10 минутта барлығын қуырып алатын боламыз. Сәбіз қатты болғандықтан бірінші салдым. Одан кейін ұсақтап туралған бұрыштарымды салдым. Қызыл бұрышты, одан кейін қызанағымызды салдым. Барлығын салып жақсылап қуырып алдым. Арасында қамырымызды дәл осылай тындырып отыратын боламыз. Ең соңында картошкамызды салып, тағы да жақсылап қуырып аламыз. Одан кейін суымызды құйып, 20-25 минутта пісіріп алатын боламыз. Бізде подлив дайын болғанға дейін қамырымызды жаямыз. Қамырымыз өте жақсы болып тынды. Дәл осылай ұнымызды сеуіп, жұқа етіп қамырымызды жайып аламыз.
Өте жұқа осындай әдемі қамырымыз дайын болды. Енді ортасына маймен, сұйық маймен майлап, дәл осылай оқтаға орадым да осылай кесіп алатын боламыз. Одан кейін бірнеше бөліктерге бөліп, барлығын осылай 4 бұрышты етіп бөліп шығамыз. Одан кейін картошка сәбізіміз пісуге аз уақыт қалған кезде осылай қамырларымызды барлығын салып шығып 15-20 минутта пісіріп алатын боламыз. Біздің ерекше тағамыз, жаппасай тағам өте ерекше болып шықты. Ас болсын, каналымды жоғалтып алмау үшін тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Оттың астын жоғарылаттым. Жоғары отта қайнататын боламыз. Осымен біздің ерекше тамағымыз 20 минутта дайын болды. Өте ерекше болып шықты. Ең балалардың қатты сүйіп жейтін тағам десем де болады. Қамырын өте қатты жақсы көреді. Осы тағамның жұқа осылай күшті болып пісті. Ас болсын, жасап көріңіздер. Жасап көрген болсаңыздар комментарийға қалдырыңыз. Ас болсын.